Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 124 сабақ. Сын есімді қайталау. 14 жаттығу. Мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ, осы саған таң қаламын, деді көршісіне қарап. Өзің тым шабан ұшасың. Сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесінен мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не? Осылай деді де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқан саты түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Мәтін бойынша бірінші тапсырма. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт. Яғни кез келген заттың, адамның болсын өзіндік ерекшелігі, өзіндік құндылығы болады. Сол себепті өзіңді тәкаппар санап, өзгеден артық санауға болмайды. Екінші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Бұл жерде мәтінде бізге балалар автор, яғни мақтануға және тәкаппар танытуға, өзгелерді менсінбеуге болмайды деген ойды білдіріп тұр. Үшінші тапсырма. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Ұшақтың негізгі 2 түрі болады. Әскери және азаматтық. Әскери ұшақтар дегеніміз қорғаныс мақсатында және әскери объектілерді жою мақсатында қолданылатын ұшақтар. Олардың аттары бомбардирлер, жауынгерлер, ұстағыштар және дауылды әскерлер. Екінші түрі азаматтық ұшақтар, ол жолаушыларды тасымалдайтын ұшақтар. Олардың түрлері кең денелі, тар денелі, аймақтық және жергілікті ұшақтар деп аталады. 15 жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп, көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын. Бұл жерде күлті қате жазылған, яғни дұрысы гүлді болады. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын. Ұлықбек Есдәулеттің өлеңі екен. Сын есімдерді тап. Бұл өлеңде сын есімдер жасыл және көк сөздері. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Бізде өлеңде гүлді және суды деген сөздер қарамен жазылған. Гүлді сөзінің түбірі гүл, қосымшасы д. Суды сөзінің түбірі су, қосымшасы д болады. 16 жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімдерді тауып жаз. Көк, әдемі, ірі, ала, лас, ақ, таза, қысқа, сарғыш деген сын есімдер берілген. 17 жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр, қалқып келе жатыр. Жұмбақтың шешуі парашют. Сын есімді тап, дара күрделі екенін айт. Бұл жерде сын есім көк ала, күрделі сын есім болып табылады. Осымен бүгінгі тапсырмалар бізде аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.